Сәлем достар, бүгін біз сіздермен творожный сочниктерді дайындайтын боламыз. Менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл печенье өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге 100 грамм бөлме температурасындағы сары май керек болады. Оған 3 ас қасық қант салып еземіз. Біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Шым-шым тұз саламыз. Және 1 ас қасық сметана саламыз. Орнына айран пайдалансаңыздар да болады. Және 1 жұмыртқа салып, барлық массаны жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша ванилин салсаңыздар да болады. $300 грамм ұнымызға жарты шай қасық разрыхлитель салып, ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Оны 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. 200 грамм творогқа 4 ас қасық қантымызды салып араластырамыз. Bir ас қасық сметана саламыз. Және 1 жұмыртқаның ақуызын салып, жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық ұн саламыз. Начинкамыз дайын. Қамырымызды мен 12 бөлікке бөлдім. Сіздер оны 14-15 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Менің сочниктерім сәл үлкенде болып шықты. Сіздер 14 бөлікке бөліңіздер. Енді жұмыртқаның сарысын сочниктеріміздің бетіне жағып, 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен сочниктердің үстінен қант ұнтағын сеуіп, дастарханға тартамыз. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.